Оның біріншісі ол біреуді оның жасай алатын нәрсесі үшін жақсы көресің. Яғни ол бір нәрсе жасайды, бірақ оны алла үшін жасайды, ақыреті үшін жасайды. Сол себепті оны жақсы көресің. Мысалы, ұстазыңды жақсы көру сияқты. Ұстазың саған дін ілімін үйретеді, сен оны жақсы көресің. Бұл осы бірінші дәрежедегі жақсы көруге жатады. Немесе бір адам сыртта бір кедей адамды тамақтандырса, ол ақырет үшін бір нәрсе істеп жатса, сонысын жақсы көресің, иә. Ал екінші дәреже ол бұдан жоғарырақ екен. Мысалы, сен бір адамды алла үшін жақсы көресің және одан ешқандай пайда күтпейсің. Мысалы, бұл жерге мүмкін пайғамбарларымызды, сахабаларды, иә, оның немесе әулие құлдарды жақсы көру осы екінші дәрежелі жақсы көруге жатса керек. Өйткені бұл екінші дәрежедегі жақсы көру ол алла жақсы көрген адамдарды жақсы көру және алланы жақсы көрген адамдарды жақсы көру болады. Сол себепті де ондай жақсы көру тіпті ғашықтық, құмарлыққа дейін барады екен. Оның жүрген жолын жақсы көру, ол тұрған үйді жақсы көру, ол туған өлкені жақсы көру деген секілді соған дейін жалғасады екен. Сондықтан да егер жандарыңыздағы сыныптасыңызды немесе басқа достарыңызды, араларыңызда алыс-беріс болған адамдарды біз жай ғана алла үшін жақсы көреміз деп айта алмаймыз. Алла үшін біз жақсы көреміз, тек осы екі дәрежеде ғана екен. Достар, мен бұның барлығын Имам Ғазалидің бақыт формуласы кітабынан айтып, сол кітаптан әңгімелеп беріп жатырмын. Егер сіздер осы кітапты толық түсіндіріп бергенімді қаласаңыздар, онда менің кітап клубыма келіңіздер. Сол